Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бануфипай пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің видеоларымды ең алғашқылардың бірі болып көру үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ дәмі керемет болады. Өте жұмсақ және де дәмі тіл үйіреді. Ең алдымен жұмыртқа, сары май, қант үшеуін араластырып, шанышқымен осылай еземіз. Миксерлесеңіздер де болады, бірақ мен бұл жерде шанышқы қолдандым. Ұн қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізуіміз керек. Келесі бізде разрыхлитель. Разрыхлитель қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Мен қамырдың кішкене биік болғанын қаладым. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникте 30 минутқа қалдырамыз. Формамызды дайындаймыз. Мен форманы алдын ала майлап қойдым, жабысып қалмас үшін. Енді әдемілеп қамырымызды орналастырамыз. Барлық жерін біркелкі әдемі етіп орналастырыңыздар. Келесі қалған қамырларымызды шет жақтарына осылай әдемілеп орналастырамыз. Барлық жерін түзулейміз. Қызып тұрған 180 градус пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Ең соңында осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Кремін дайындайтын боламыз. Салқын сливкиімізге қант қосып миксерлейміз. Өз формасын ұстағанша. Дайын болған қамырымызды суытып, бетіне вареный сгущенка жағамыз. Барлық жеріне жеткізіп, біркелкі етіп жағып шығу қажет. Енді туралған банандарымызды әдемілеп орналастырамыз. Маған кішкентай 3 банан кетті. Әдемілеп орналастырған банандарымыздан кейін бетіне жаңа дайындаған кремімізді әдемілеп жағып шығамыз. Ең соңында әдемілік үшін какао ұнтағын септім.